Сәлем достар, сіздермен EasyKZ. Бүгінгі видеода елімізде кең етек жайып кеткен қаржылық пирамидалар туралы сөз қозғайтын боламыз. Қаржылық пирамида деген не? Қалай алданып қалмауға болады? Қаржылық пирамиданың белгілері қандай? Осы сұрақтарға алдыңғы минуттарда жауап алатын боласыздар. Арна инвестиция жайында болғандықтан, сіздерді қомақты табыс әкелеміз деп инвестициялауға шақыратын қаржылық пирамидаларға алданып қалмас үшін осы тақырыпты қозғағым келіп отыр. Егер сіздер де өздеріңіздің жақындарыңыздың осындай қаржылық пирамиданың торына түспегенін қаласаңыз, жақындарыңызбен осы видеоны бөлісе отыруларыңызды сұраймын. Сонымен қатар, осы видеоны басқа да отандастарымыздың көргенін қаласаңыздар, видеоға лайк басып, комментарий қалдыра кетулеріңізді сұраймын. Бірінші, қаржылық пирамиданың анықтамасынан бастайық. Қаржылық пирамида дегеніміз, үнемі құрылымның жаңа мүшелерінің қаражаты есебінен құрылымның бұрынғы мүшелеріне табыс әкелу жүйесі. Яғни, егер сіз пирамидаға мүше болып кіріп, инвестиция құйған болсаңыз, пирамидада бұрыннан мүше болып келе жатқан адамға табыс әкелесіз. Ал сізден кейін пирамидаға кірген адамдар сізге табыс әкеледі. Қаржылық пирамиданың қызметі жайлы сөз қозғайтын болсақ, қаржылық пирамидалардың қызметі 3 санатта жүзеге асады. Ең бірінші санатта қаржылық пирамида құрылады. Енді ғана құрылған пирамиданың жаңа мүшелеріне пирамиданы ұйымдастырушылар өз қалталарынан қаражат, яғни табыс төлейді. Ескерте кететін жайт, табыс алғанына қарамастан, ұйымның жаңа мүшесі ұйымға мүше болу үшін қандай да бір қаражат төлеуі тиіс. Қаржылық пирамиданың құрылуының екінші санатында пирамиданың популяризациясы жүзеге асырыла бастайды. Пирамиданы ұйымдастырушылар жарнама, блогерлер, жұлдыздар арқылы пирамиданы жарнамалап, оған барынша жаңа мүшелерді көптеп тартуға тырысады. Тіпті кейбірлері ақшаға қызығып, өз туыстарын және достарын шақырудан да тайынбайды. Осы санатта пирамиданың мүшелерінің табысы пирамидаға жаңадан енген адамдардың салған қаражаты есебінен төлене бастайды. Қаржылық пирамиданың құлауы оның қызметінің соңғы санаты болып есептелінеді. Қаржылық пирамидаға келетін қаражат көлемі төленетін пайызды төлеуге кеткен қаражат көлеміне теңескен кезде пирамида жабылады. Себебі ұйымдастырушыларға пайыздық табысты одан әрі төлеу тиімді емес. Осылайша пирамидаға мүше адамдар ақшасыз қалады. Одан бөлек оларға ешқандай да заң көмектесе алмайды. Себебі елімізде қаржылық пирамида заңсыз деп танылған, ал пирамиданың қол қойған құжаттарының барлығының заңдық күші жоқ болып есептелінеді. Қаржылық пирамиданың мүше болуға талап етілетін суммасының төмендеуі және қайтарылатын пайыз көлемінің көбірек болуы пирамиданың жақын арада жабылатындығының белгісі болып табылады. Ұйымның қаржылық пирамида екендігін анықтайтын бірнеше белгі бар. Біріншіден, компания сізге қысқа уақыт аралығында өте үлкен табыс алып келуді ұсынады. Екіншіден, мүше болу үшін қандай да бір көлемде салым төлеуіңізді талап етеді. Үшіншіден, жаңа клиенттер әкелген жағдайда қосымша сыйақы беруге уәде береді. Төртіншіден, әдетте қаржылық пирамиданың немен айналысатыны туралы түсіну қиын. Сізге тек компанияның табысы және қандай мүмкіндік беретіндігі жайлы айтылатын болады. Бұндай пирамидаларға статистикаға сүйенсек, көбінесе табысы аз, қаржылық мәселелері бар, қаржылық тұрғыда сауатсыз адамдар өте көп алданады. 2015 жылдан бері елімізде 200 мыңға жуық қаржылық пирамиданың жұмысы анықталған. Солардың ең танымалына тоқталатын болсақ, ол QI Invest немесе Karat Invest пирамидасы 1345 адамнан 6 миллиард теңге жымқырған. Leader Invest 400 мыңға жуық адамнан 3 миллиард теңге жымқырған.
Каран 24 ломбард пирамидасы 37 миллиард теңгеге адамдарды алдап кеткен. Бұл тек ең шулы қаржылық пирамидалардың бірі ғана. Осындай алданған адамдардың қатарында болмас үшін, достар, бірінші компанияны айтып өткен 4 белгіге тексеріңіз. Одан қалса, компания жайлы ақпаратты интернеттен іздеп көріңіз. Егер компания нарықта 1-2 жыл ғана болған болса, әрине оған сеніп қалтаңыздағы бар ақшаны бермеңіз. Ешбір жерде сізге қысқа уақытта оңай ақша бермейді. Ешбір компания 80-90% үстемақы төлемейді. Осыны естен шығармаңыздар. Достар, назар салып видеоны соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк басып, өз пікірлеріңізді жаза кетулеріңізді сұраймын.